әрдайым қуанатын кезі болады. Сөйтеді де кейде қорқатын немесе өкінетін кездері болады. Бұл енді адамның бойына берген Алланың сипаты. Бұл өмір сынақ. Жалпы адам баласы негізі жәннатта жаралған. Жәннаттан сыналу үшін жер әлеміне Алла Тағала адамдарды түсірген. Сондықтан бұл өмірде әрқашан бұндай жағдайлар болып тұрады. Дүниеге перзент келеді, дүниеден адам өтеді. Бір қуаныш, бір қайғы әрқашан бұл өмірде ақыр заманға дейін жалғасып тұрады. Бұл жағдайды ешкім білген жоқ. Бұл жағдай ешкімге айтып, ескертіп білген жоқ. Аяқ астынан болды. Кішкентай бір адамның көзіне көрмейтін нәрсе адам бүкіл әлемге үлкен бір проблема алып келді. Бұл тек қана қазақ жерінде болып жатқан жағдай емес. Бұл әлемде болып жатыр. Сондықтан адам бұл жағдайға әрқашан дайын болып, белді бекем буып жүру керек. Қазақ айтады, болған іске болаттай сабыр ет дейді.